60 жастағы миллиардерден қалай бай болғанын сұрағанда, ол былай жауап береді. Номер 1 ереже. Егер сіз бай отбасынан шықпасаңыз, онда бай отбасы сізден басталуы керек. Номер 2 ереже. Жоқ деп айтуды үйреніңіз, және одан кейін өзіңізді әкеңізге, анаңызға немесе бүкіл халыққа опасыздық жасағандай сезінбеңіз. Номер 3 ереже. Сізден көп әрекет қылатын адам сізді сынамайды. Сізді сізден аз әрекет қылатын адам сынайды. Номер 4 ереже. Жеңімпаз, ол сәтсіздікке ұшырап, тағы да бағын сынап көрген адам. Номер 5 ереже. Сіз өзіңізді пайдалануға жол бермеген кезде адамдар ашуланады. Номер 6 ереже. Сіздің мақсатыңыз бай болу, бірақ оны ешкім білмеуі керек. Номер 7 ереже. Әлеуметтік желілердегі жетістіктеріңізбен бөліспеңіз. Ақымақтықтарыңызбен бөлісіңіз. Сонда адамдар сізде сәттілік жоқ деп ойлайды. Номер 8 ереже. Сіз жалқаулық танытсаңыз, бұл сізге сенетіндерге үлкен құрметсіздік. Номер 9 ереже. Аралар шыбындарға балдың боқтан жақсы екенін түсіндіріп, уақыттарын жоғалтпайды. Номер 10 ереже. 6 айлық тұрақты дисциплина сіздің бүкіл өміріңізді түбегейлі өзгерте алады.